Менің өлкем ұлы ойшылдар мен ғалымдар туған қасиетті мекен. Орта ғасырларда, 9 ғасырда, отырар топырағында дүниеге келген Әбу Насыр Мұхаммед ибн Тархан әл-Фараби әлемдік ғылымның дамуына зор үлес қосты. Ол Бағдат шаһарында білім алып, логика, философия, музыка, математика салаларында еңбек жазып екінші ұстаз атанды. 11 ғасырда Жүсіп Баласағуни құтты білік еңбегін жазып, мемлекет басқару мен білімнің маңызын айқындады. Сол кезеңде Махмұд Қашқари Диуани Лұғат ат түрік еңбегін жазып, түркі тілдерінің ғылыми негізін қалады. 19 ғасырда қазақ даласында ағартушылық дәуірі басталды. Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов Қашғарияға жасаған сапарымен ғылымға тың деректер әкелді. 1864 жылы Ыбырай Алтынсарин алғашқы зайырлы мектеп ашып, қазақ балаларына білім жолын көрсетті. Абай Құнанбайұлы халықты ғылым мен білімге шақырып, рухани жаңғырудың негізін қалады. 20 ғасырда ғылым жаңа деңгейге көтерілді. 1946 жылы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев, Қазақ КСР ғылым академиясының тұңғыш президенті болып, геология ғылымын дамытты. Тәуелсіздік кезеңінде 1993 жылы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен болашақ халықаралық бағдарламасы қабылданып, жас ұрпақтың әлемдік білім алуына жол ашылды. 2010 жылы Назарбаев университеті ашылып, Қазақстан халықаралық ғылыми кеңістікке нық қадам басты. Осылайша, орта ғасыр ойшылдарынан бастап қазіргі заман ғалымдарына дейінгі тұлғалар менің өлкемнің ғана емес, бүкіл Қазақстанның білім мен ғылым тарихын қалыптастырды.